Сәлеметсіздерме? Менің есімім Сарбаева Орынгүл Махутовна. Бүгінгі Конституция күніне арналған тақырыптық оқу қызметімді ең бірінші балалардың шаттық шеңберін құрудан бастадым. Балаларға шаттық шеңберінен кейін сұрақ-жауаптар қойып, жыл мезгіліне байланысты сұрақтарға жауап алдым. Сұрақ-жауаптан кейін балаларды орнына отырғызып, әнұранды айтқыздым. Әнұранды орындап болғаннан кейін орындарына отырғызып, бүгінгі сабақтың тақырыбы мен мақсатымен таныстырып өтемін. Республикасының рәміздеріне не жатады? Ақыр кетші. Рәміздеріне не жататын еді? Әнұран. Елтаңба, ту. Өте жақсы, дұрыс айтасың. Әнұран, елтаңба, ту жатады екен балалар рәміздерге. Енді келесі кезекті тақпаққа берейікші балалар осы. Әнұран, елтаңба, ту, отан туралы тақпақтар білеміз бе? Олай болса, отан туралы тақпақтан бастайық. Орынбасар, тақпағыңды айта ғой. Орныңыздан тұрып, дауысыңызды шығарып. Отан деген атамекі, отан деу туған жер, отан ана, отан пана, қазақстан туған жер. Өте жақсы, жарайсың. Ақыр айта ғой. Елтаңба сейіліп, міндетке айбат әрі тұрмысында көңілде отада аспан берілі әйемін. Өте жақсы, жарайсың. Ибрахим? Теңдігімнің тірегім, мүддесінен халықтың азғырамас бірегім, алтын заңын арайтаным. Өте жақсы, жарайсың. Келесі Рамазан айта ғой. Тарасын танысымыз, болмай біздің мұңымыз, атадан құрметті қарысын үніміз. Өте жақсы, жарайсың. Базарға Ислам, сен айта ғой. Тасы тазакен, ту үскі пайтатен, мәлгіден тұрайвек Қазақстан менің. Өте жақсы, жарайсыңдар. Балалар, өте жақсы, өте керемет. Қанекке балалар маған назар аударайықшы. Балалар, мен сендермен бір дидактикалық ойын ойнағым келіп тұр. Ойын күн шуағы деп аталады. Алдарыңызда балалар, менің не берілген балалар алдыңызда? Бұл не? Ту, дұрыс айтасыңдар. Қазақстан Республикасының өзіміздің көк туымыз. Ортасында не бейнеленген балалар? Күн. Күн, дұрыс айтасыңдар. Күннің балалар несі жетіспей тұр бұл жерде? Шуағы жетіспей тұр. Ендеше балалар қанеке, алдымыздағы тапсырмаларды алдымызға жақындатып алып, күннің шуағын жабыстырайықшы қанеке. Күнімізді толықтырайық шуағыменен. Біздің қанеке видеороликке назар аударайықшы. Балаларға арнайы осы тақырыпта дайындалған менің құқықтарым және менің міндеттерім атты танымдық видеоны көрсетемін. Және балалардан өз құқықтары мен міндеттері туралы айтып берулерін сұраймын. Мен баламын өмір сүруге құқым бар. Өте жақсы. Келесі. Алға құқым. Өте жақсы. Заман Ақерке. Емделіп. Емге қабылдауға құқымын. Ем қабылдауға құқығын, дұрыс айтасың. Аминат. Өзімді қорғауға құқығын. өте жақсы. Базарбай Ислам. Мен малға құқуға құқығын. Осылайша балалардан өздерінің құқықтары мен міндеттерін сұрай отырып, бүгінгі оқу іс-әрекетімді қорытындылаймын. Мерекесі құтты болсын, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Өздеріңіздің балалар болашақтарыңыз жарқын болсын. Тағы да Конституция мерекесі құтты болсын дегім келеді. Қош,
сау болыңыздар балалар. Не дейміз балалар? Sağ olun.